Сәлеметсіздер ме? Adobe After Effects негіздері бейне сабақтар курсын назарларыңызға ұсынамыз. Бұл сабақта біз қабаттармен жұмыс істеуді және олардың қасиеттерін қарастырамыз. Сонымен қатар, бейнежазбаның жылдамдығын өзгертуді және бейнежазбаны кері ойнатуды қарастыратын боламыз. 720-да 576 параметрлі жаңа композициясын құрайық. Композицияның көлемін өз еркіміз бойынша өзгерту үшін log aspect ratioдан қанат белгісін алып тастаймыз. Артқы фонның түсін қара етіп таңдаймыз. Файлдарды үшінші сабақ материалдарынан импорттаймыз. Airplane папкасы нөмірленген ұшақ кескіндерінің бірізділігінен тұрады. Бүкіл бірізділікті жүктеу үшін импорт терезесін ашыңыз. Бірінші кескінді таңдап алыңыз да PNG секвенске қанат белгісін қойыңыз. Қалған файлдарды жүктейміз. Файлдарды композицияға қосу үшін оларды ерекшелеп алып, маустың сол жақ батырмасын босатпастан таймлайн панеліндегі композицияның терезесіне ауыстырыңыз. After Effects'те қабаттар иерархия тәртібімен орналасқан. Photoshop'тағы сияқты жоғарғы қабаттың кескіні төменгі қабаттардағы кескіндердің үстінен бейнеленеді. Қабатты ажырату үшін көз таңбашасын басыңыз. Ұшақты BG қабатының үстіне жылжытамыз. Композицияның ұзақтығын өзгертеміз. Бұл үшін Ctrl-K пернелерінің комбинациясына басып, Duration параметрін 6 секундқа өзгертеміз. Бейне жазбаны ойнату үшін Preview панеліндегі Play'ді басыңыз. Смог қабатын ерекшелейміз. Бұл қабат сондай-ақ Composition панелінде де ерекшеленеді. Кез келген квадратты тартып, кескіннің өлшемдерін өзгертуге болады. Ұшақ салынған қабатты ерекшелейміз. Кескіннің өлшемдерін, оның пропорцияларын сақтай отырып, өзгерту үшін кез келген квадратты Shift пернесін баса отырып тартыңыз. Суреттен ұшақтың қабаттық өлшемі композицияның өлшемінен үлкен екендігі көрініп тұр. Ұшақтың қабаттық өлшемі Airplane'нің ерекшелігінен қабаты бар композицияның өлшеміндей болу үшін Composition панелінде маустың оң жақ батырмасын басыңыз. Содан Transform Fit to Comp'ты таңдаңыз. Қалған қабаттарды да ерекшелеп оларға дәл осылай Transform Fit to Comp'ты қолданамыз. Composition панелінде қабаттардың орнын ауыстыруға болады. Ол үшін қабатқа маустың сол жақ батырмасымен басыңыз да, оны босатпастан кескінді композиция терезесіне ауыстырыңыз. Әрекетті болдырмау үшін Ctrl-Z-ті басыңыз. Қабатты айналдыру үшін Rotation Tool құралы пайдаланылады. Маус меңзерін стандартты түрде басқару үшін Selection Tool құралы қолданылады, немесе V қызу пернесі. Бүкіл композицияны орнынан ауыстыру үшін Tool Bar панеліндегі Hand Tool құралы қолданылады, немесе H қызу пернесі. After Effects'тегі әр қабаттың трансформация деп аталатын негізгі қасиеттер тобы бар. Қасиеттердің барлығын рет-ретімен қарастырып шығайық. Anchor Point байланыстыру нүктесі қабатты оған қатысты айналдыруға немесе орын ауыстыруға болатын қабаттағы нүкте. Нөлдік координата ретінде қабаттың сол жақ жоғарғы бұрышы алынған. Position қабаттың композициядағы координаталары. Басқаша айтқанда, қабатты композицияларда орын ауыстыруы. Scale қабат өлшемдері. Масштабтың мәнін көлбеу және тік бағытта өзгертуге болады. Егер сіз масштабты тік немесе көлбеу бағытта ғана өзгертіңіз келсе,
онда Constraint Production таңбашасы босатылып тасталуы қажет. Rotation – қабаттың айналу бұрышы. Бірінші сан толық айналымдар санын білдіреді. Екінші – градустармен көрсетілген бұрыш. Айналудың ортақ нүктесі Anchor Point-ке тәуелді. Opacity қабатының айқындығы 0 мәні толығымен айқын, 100 толығымен айқын емес кескінге сәйкес. Қабаттың қасиеттерінің мәндерін өзгерту үшін меңзерді сан мәніне келтіріп, және маустың сол жақ батырмасын басу қажет. Енгізу өрісі активтеледі. Таймлайн панеліндегі көгілдір жолақтар әрбір қабаттың ұзындығын көрсетеді. Суретте көрсетілгендей, әр қабаттың ұзындығы 5 секундтан астам. Композицияның ұзындығын өзгертейік. Жолақтарды жылжытуға болады. Тиісінше анимацияны ойнатудың басталу және аяқталу уақыты өзгереді. 6 секундта BG қабат аяқталып қалады. Сол себепті біз композиция қасиеттерінде көрсеткен қара фонды көреміз. Қабаттарды бастапқы композициясына қайтарамыз. Бейне жазбаны ойнату жылдамдығын Time Stretch командасының көмегімен өзгертуге болады. Stretch факторик параметрі тікелей ойнату жылдамдығына әсер етеді. 200% мәнінде бейне жазба 2 есе баяулайды. Көріп тұрғаныңыздай, түтінді қабат 2 есе баяулады. Бейне жазбаның соңын қиып тастау үшін маус меңзерін жолақтың оң жақ шетіне келтіріңізде, қосарлас стрелка пайда болғанша кідіріңіз. Сосын оны жолға қарай тартыңыз. Бұл ретте жолақтың кесілген жағы түссізденеді. Бейне жазбаның бас жағын қию да осы сияқты орындалады. Қатты дубляждау үшін Edit, Duplicate командасын немесе Ctrl-D қызу пернелерін таңдаңыз. Time Reverse Layer бейне жазбаны керісінше ойнатады. Келесі сабақта кескін мен бейне жазбаның түсін өзгерту жолдарын үйренеміз, және бұл үшін қандай эффектілер пайдаланатындығын қарастырамыз. Сау болыңыздар.